Бәріңе сәлем, сіздермен Анель. Сіздерді көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ескі жыл сіздерді есіркеп, жаңа жыл жарылқап, керемет жыл болсын деген тілегім бар. 2022 жылға өзімнің ешқандай да өкпем жоқ. Көптеген опыттар алдым, мышлением өзгерді, ақшаға деген, бизнесқа деген, өмірге деген. Сіздерге де болашақ жылда сондай өзгерістер тілеймін, жақсы. Енді 2023 одан да табысты болады деген үміттемін. Ал енді мен сіздерге 2023 жылы нағыз сұранысқа ие болатын топ 5 нишаны бүгін талқылап көрсетсем. 2023 жылы бірінші орында сұранысқа ие болатын заттар, олар балалар ойыншықтары. Қандай ойыншықтар дейсіз ғой? Осындай баланың миын дамытуға арналған ойыншықтар. Бұл ақпараттар Wildberries, Озон, Каспий магазин секілді әртүрлі маркетплейстардың анализі бойынша құрастырылып шығарған. Соның ішінде ең бірінші орынға осы балалар товары шығып отыр. Не үшін десеңіз, қазіргі таңда смартфонның дамыған заманы, және де телефоннан, телевизордан балалар тек қана мультиктер көреді, ойындар ойнайды. Балалардың көбісінің тіл қабілеттері өте төмен деңгейде дамып жатыр. Сол үшін ата-аналар да, мұғалімдер де дабыл қағуда. Соған байланысты балаларды кішкентай кезінен бастап сөйлеуге дамыту үшін осындай ойыншықтар қазіргі таңда сұраныста. Егер де бизнес бастаймын, қандай бизнес бастаймын деп ойланып жүрсеңіз, түк те қорықпастан осындай Қытайдан толтырып балалардың миын дамытатын осындай ағаш ойыншықтар алып, осымен бизнес бастасаңыз болады. Екінші хит болатын товарлар, олар спорттық товарлар. Спорттық товарлар не үшін сұраныста десеңіз, қазіргі таңда өзіміз білеміз, смартфондарда, инстаграмдарда, телевизорда осы спорттық байқаулар, спорттық марафондар, адамдардың психологиялық емделуі, мышлениені өзгертемін, байытамын, спортпен айналысайық деген секілді көптеген адамның көзге тартатын процесстер жүруде. Соған байланысты көптеген адамдар спортпен айналысуда. Күнделікті бір 10-15 минутын осы спортқа қиып жатыр. Жастар қауымы көбінесе мұның өзі өте қатты қуантады. Сол үшін спорттық товарлар сұранысқа шығады. Осындай йогаға арналған, осындай төсеніштер, осы товарлар, осындай товарлар сұранысқа ие болады. Егер де спортқа сіздің де шамалы әуесіңіз болса, осындай спорттық товармен бастасаңыз болады. Спорттық товарлар негізінде маркетплейста алғашқы орында сатылады. Үшінші орында автотоварлар, яғни автомобильге арналған аксессуарлар. Автомобильдің бөлшектері өте жақсы сұраныста. Бірақ та міндетті түрде автомобильді түсінетін болсаңыз, егер де қызығушылығыңыз болса, осы автотоварларды сатуға кеңес беремін. Мен өзімде автотовар сатқым келген маркетплейста, себебі Каспий магазин бойынша ең көп сатылатын товар бірінші, екінші орында ол автомобильге байланысты товарлар ең көп сатылады. Мен өзім бастағым келді, бірақ мен автомобильді мүлде түсінбеймін, өзімнің жеке көлігім жоқ. Сол үшін автотоварларды мен айналыспадым. Негізінде сіз оны, егер автомобильді түсінетін болсаңыз, оның қай заты не екендігін түсінетін болсаңыз, мен сіздерге өте қатты кеңес беремін осы автотовармен айналысуға. Себебі автомобильдің товарлары, аксессуарлары Қытайда тиын тұрады. Ал Каспий магазиндегі олардың бағасы өте жоғары, ал базардағы бағасы Каспий магазиннен 2 есе жоғары. Сол үшін егер де автомобильді түсінсеңіз, онда автотовармен бизнес бастап көріңіз. Төртінші орында ол жануарларға арналған аксессуарлар. Қазір таңда білеміз, көптеген жастардың, үлкен кісілердің үйде мысықтары, күшіктері бар. Тіпті жас балалар өзінің балаларына қазір таңда мысық күшік алып беруде. Ол не үшін? Смартфондардан алыстату үшін. Ал біздің кішкентай үй жануарларына не керек? Оларға ойыншық керек, оларға жататын жер керек. Яғни ол аксессуар керек. Мен өзім Түркияда тұрған кезде байқағаным, әр жилой комплекстің қасында міндетті түрде магазиндер болады. Ал Қазақстанда ондай нәрселер әлі дамымаған. Қазақстанда үлкен қалаларда тек бір-ақ жерде болады, немесе 2-ақ жерде болады. Ал Түркияда барлық жерлерде магазиндер өте жақсы дамыған. Сол үшін біздің Қазақстанда магазиндерге сұраныс жоғары, себебі оны алатын жерлер аз. Сол үшін сіздерде онлайн магазин арқылы осылай товарлар сатсаңыз болады. Егер де өзіңіз осындай мысықтарға, күшіктерге, немесе үй тышқандарына әуестіктеріңіз болса, осындай товарлармен айналысуға кеңес беремін. Себебі Қытай сайттарында және де Түркияның Trendyol сайтында осы жануарларға арналған өте қызық дүниелер бар. Мысалы, су ішетін ыдыстарына дейін бар, олардың бөлек 3 бөліктен тұратын су ішетін ыдыстары, су бітіп қалса өзімен өзі ағатын деген сияқты қызық аксессуарлары бар. Енді менің студенттерім группаға жіберіп жатады өздерінің алған товарларын.
сондай сияқты нәрселер, немесе ойнайтын доптары, үстіне киетін киімдері деген секілді товарларды салсаңыздар өте жақсы өтеді. Бір жағынан, екінші жағынан Каспи магазинде сол товарларға сертификат сұрамайды, бір жақсы жері. Сол үшін қорықпай сала берсеңіздер болады. Бесінші, витаминдер және де баттар. Қазіргі таңда витаминдер, баттар өте қатты сұранысқа ие. Қай жақтікі десеңіз, ол Түркияның баттары мен витаминдері сұранысқа ие. Неге? Себебі Қазақстанда өте қатты қымбат, ал Түркияда арзан. Сол үшін де осы Түркиядан алып, жақсы витаминдермен айналыссаңыз болады. Қазақстанға келіп сатсаңыздар болады. Мен өзім қазіргі таңда онлайн аптекам бар. Осы Түркиядан прямой бір аптаның ішінде Қазақстанға дәрілерді жеткіземіз. Turkish Farm деп аталады, оған жазылып қойсаңыздар болады. Әртүрлі дәрілерді, дәрмектерді әкелеміз. Сол секілді сіздер де өздеріңіз Instagram магазинде, немесе Каспи магазинде, басқа да жерлерде осылай турецкий баттар мен витаминдермен айналыссаңыздар болады. Мен ең алғаш Каспи магазинді бастаған кезде негізінде товар салғаным ол турецкий дәрілер болатын. Баста менен ол жерде ешқандай сертификат ешнәрсе сұраған жоқ Каспи магазинде, ал кейіннен сұрады, себебі сатылым саны өте жоғары болды. Мен сол кезде түсіндім, қазіргі таңда баттар мен витаминдерге өте жақсы сұраныс бар. Тіпті біз Түркиядан ұшып келетін кезде бір кісіге 70 пачка дәрі алып келген болатынбыз. Дәрі емес, ол бат, яғни витамин сияқты зат. Түркияның баттары, витаминдері өте жақсы дамыған. Сол үшін қорықпай осы баттармен, витаминдермен саудаңызды бастасаңыз болады. Мінекей бесеуін айтып шықтым. Өздеріңізге ұнағанымен бастап көрулеріңізге болады. Жүректеріңізге қайсысы ең жақын, қайсысымен айналыса аласыздар, қайсысын түсінесіздер, сонымен бастағандарыңыз жөн. Ал енді бұйырса 2023 жылы кездескенше, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Мені қолдап, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Пока-пока.